Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Қыс мезгіліндегі қауіпсіздік ережелері тақырыбындағы тәрбие сағатын бастаймыз. Тәрбие сағатының мақсаты білім алушылардың қыс мезгілінде көшеде, табиғатта қауіпсіздік ережесін сақтай білуге дағдыландыру, өз қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды деп Абай данамыз айтқандай, қыс мезгілі де келіп қалды. Қыста барлық бала шана тебуді, төбешіктен сырғанағанды, қар лақтырып ойнағанды және аққала жасағанды жақсы көреді. Дегенмен, таза ауада ойнаған жақсы болғанмен, қыс мезгіліндегі қауіпсіздік ережелерін білген өте абзал. Бұлай болса, келесі бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қыста жолға шығар алдында мынандай бірнеше қарапайым қағидаларды есте сақтау қажет. Метеорологиялық мәліметтерді тыңдап немесе қоршаған табиғатты байқап, ауа райының өзгеруіне мән беріңіз. Өзіңізбен бірге артық киім алыңыз, таныс емес жерді араламаңыз. Әрқашан ауа райының бұзылуына, жолды боран басып қалуына дайын болыңыз. Суық ауа райында әсіресе қатты жел соққан кезде тұла бойыңыздың тоңуына жол бермей, өзіңіздің жай-күйіңізді үнемі бақылап отырыңыз. Мұздың үстінде болған кезде мыналарға: мұздың жұқа және қатпаған жерлерін басуға, мұздың үстінде бір жерге топталып тұруға, мұздаға, жырмаларға, ойықтарға, жарылған жерлерге жақындауға, автомобильмен өткелден тыс шығып кетуге жол берілмейді. Қараңғы уақытта және нашар көріну кезінде мұзға шығуға жол берілмейді. Мұзда көпір астында әртүрлі су құрылыстары жанында су айдынына, бұлақтар мен өзендер ағатын жерлерге баруға тыйым салынады. Су айдыны мұзы бойынша көлікпен тек рұқсат етілген жерлерден өтуге болады. Мұздың астынан балық аулау кезінде шектеулі алаңда 2 ойықтан артық тұзды тесуге, от жағуға жол берілмейді. Міндетті түрде өзіңізбен бірге құтқару құралы болсын. Мұздай судың астында 10-15 минут болу өміріңізге қауіп төндіреді. Оқиға куәсі болсаңыз, 112 құтқару қызметі телефонына дереу қоңырау шалыңыз. Мүмкіндік болса, зардап шеккенге алғашқы көмек көрсетіп, құтқарушылардың келуін тосыңыз. Білім алушылар, бейне жазбадан көптеген мәлімет алды деп ойлаймын. Ал енді, құрметті білім алушылар, сіздер қыс мезгіліндегі қауіпсіздік ережелері туралы не айтар едіңіздер? Көктайғақ кезде зардап шеккен жеріңізде келесі ережелерді орындаңыз. Ең алдымен аяқ киіміңізге көбірек мән беріңіз, және де айналаңызға қарап жүріңіз, қауіпті жерлермен жүрмеңіз. Және де егер де мұзды айналып өту жағдай болмаса, мұздың үстімен жайлап шаңғышылар сияқты қысқа адыммен өтіңіз. Аяғыңызды тізеден бос ұстап, табаныңызды нық төсеп жүріңіз. Қолды қалтаға салып жүру құлау қаупін тудырады. Егер тайып кетсеңіз, ауыр жарақат алмас үшін жүрелеп құлауға тырысыңыз. Құлаған кезде қатты соққы алмас үшін бүктеліп аунауға тырысыңыз. Құлаған кезде қолыңыздағы заттың емес, өзіңіздің аман қалуыңызды ойлаңыз. Құлаған соң орныңыздан бірде көтерілмей, жарақат алмағаныңызға көз жеткізіңіз. Жақыныңыздағыларға көмек сұраңыз. Есте сақтаңыз, әсіресе арқамен құлау, шалқасынан құлау ең қауіпті болып табылады. Себебі осы кезде миы шаншылуы мүмкін. Жарақат алған кезде міндетті түрде жедел жәрдем көмегіне хабарласу қажет. Мұз сүңгілері жиналатын жерлерде пайда болады. Сол себептен үйлердің айналасын айналып өтуіміз керек. Сақтық шараларын сақтанып, ғимараттардың қабырғаларына жақындамауымыз керек. Биік жерден қарға секіруге болмайды, себебі шишір жатса жерден оған аяғымызды кесіп, немесе қолымызды кесіп алуымыз мүмкін. Ал және мұзды жеуімізге болмайды, өйткені мұзды жесек тамағымыз ауырып қалуымыз мүмкін. Шаңғымен, шанамен, саябақтарда, көшеде ойнауға болмайды. Және де көлік жүретін жолдармен ойнауға болмайды. Конькиді арнайы жабдықталған орындарда айдау керек. Жолға жақын ойнауға болмайды. Өйткені ол біздің өмірімізге қауіпті. Өте керемет.
Осы ережелерді әрдайым естеріңізден шығармаңыздар. Қазақтың сақтансаң сақтармын деген даналық сөзін үнемі жадымызда сақтап, төтенше жағдайлардан аман болайық. Қош, сау болыңыздар.